Қазақтың тілі. Ассалаумағалейкум халқым. Қазақ халқына қазір үлкен бір қауіп төніп тұр. Осы соңғы міне 200 жыл бойы келе жатырмыз. Тілімізден ақыры міне қазақтың тілінен айырылу қаупі туды. Ол қазақтың азаматтарының әйелі де, еркегі де, жасы да, кәрісі де, баласы да қазір қазақ тілінен айырылып бара жатыр. Әсіресе мені қазір қорқытатыны мынау кейінгі ұрпақ, жас балалар 2 жастан 3 жастан бастап 15 жасқа дейінгі жас балалардың тілі қазақ тілінен алысқа кетті. Қазір шулап жатырмыз, ойбой, жастар сөйлемейді, 18, 25, 40-тағылар, тіпті 50-60-тағылар сөйлемейді деп жатырмыз. Қазір өте үлкен қауіп тұр. Ол мына жас балалардың мүлдем қазақ тілінен алыстап кетуі. Әсіресе қалаларда, мына Астана қаласы, Қарағанды қаласы дегендер, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Алматы қалаларында қазақтың балалары, жас балалары қазақтың тілінен алыстап кетті. Өйткені бұл ақпараттық аймақтың қазақ тілінде жоқтығынан, қазақтың KZ домені жұмыс істемейді. Қазір ру жұмыс істейді. Mail.ru, Gmail бар. Содан кейін бүкіл Facebook'ы бар, Twitter'ы бар, Instagram'ы бар, YouTube'ы бар. Түгелі орыс тілінде сайрайды. Міне балалар, тілі шыққан балалардың барлығы қазір сол орыс тілінде сөйлеп, орыс болып барады. Сондықтан да бізге қазір қауіп. Тіпті қазір бәрі шулап жатыр. Жастар сөйлемейді, министрлер сөйлемейді, биліктегілер сөйлемейді. Олар енді негізінен алғанда 18 жас пен 60 жастың арасындағылар ғой. Ал одан да үлкен қауіп қазір тұрған мынау балалар. 2-3 жастан бастап 15 жасқа дейінгі балалар қазір мүлдем сөйлемейтіндер көбейді. Тіпті қазақтың тілін ұқпайтын, бір ауыз сөзді ұқпайтындар пайда болды. Олар енді өйткені мынау гаджеттер, қазіргі заман гаджеттер, компьютерлік, смартфондық құрылғылардың барлығы орыстың тілінде сөйлеу. YouTube бар, Facebook бар, түгел әлеуметтік желілер орыстың тілінде сөйлейді. Сондықтан да балалардың тілі қазір орыс тілімен шығып жатыр. Өйткені әке-шешелер жұмысқа кетеді де барлығын балаларды осы смартфондарға, компьютерге тапсырып кетеді. Міне сондықтан да мынау ақпараттық аймақты қазақтандыру керек. Орыс тілді аймақты мүлдем тоқтату керек. Тіпті Қазақстанда орыс тілінен берілетін телевидение хабарларды тоқтату керек тіпті. Әрине бірінші кезекте мынау смартфондардағы Samsung'тары бар, iPhone'дары бар, орыс тілін мүлдем тоқтататын уақыт келді. Әйтпесе біз мынау болашақ ұрпағымыз міне шығатын. Енді олар 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін шығады. Мүлдем қазақ тілінен жоқ болып шығады. Сонда нағыз қазақтың тілі жоғалады, қазақтың ұлты жоғалады. Осы үшін осыны қолға алмасақ болмайды. Қазір балабақшалар бәрі ашылған кезде түгелін қазақтандыру 100%. Мына орыс әлемінен келетін бүкіл хабарларды тоқтату керек. Ақшаны тек қазақ тіліне, әдебиеті болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, қазіргі заманғы электрондық байланыс жүйесі болсын, бүкіл смартфондар болсын, компьютер саласын, бүкіл әлеуметтік желілерді қазақ тіліне ауыстыратын уақыт келді. Орыс әлемінен келетін хабарларға тыйым салу керек. Тыйым салу керек. Не болсын, о болсын. Өйткені бұдан артық шыдауға болмайды. Бұл ақыры соңы келіп қазақ ұлтының жоғалуына келеді. Одан кейін нағыз жаңағы Украинадан артық қырғын болады. Өйткені біз қазақ ұлтшылдары ақыры қарап жатқан енді мүлдем орыстандыруға жібермейміз. Өйткені біздің ұрпағымыз жоқ болады. Қазақ ұлты деген жоқ болуға таяды. Соның жолы тіпті ол енді национал социалистік, ұлтшыл социалистік партия құруға дейін барамыз. Соған баруға тура келеді. Өйткені одан артық
бұдан төмендеу ұлттың құруы дейміз. Ұлтты құртпау үшін сондықтан да осыны тезірек қолға алған дұрыс. Және енді қазір әлгі митингілерін, шерулерді, көтерілістерді ұлтшылдық негізде, ұлтшылдық сипатта болу керек. Барлық жаңағы әлгі шалгет, әйтпесе мынау несиелер тоқтат деген емес. Қазір қазақтың тілі тек қана мемлекетте бір-ақ тіл болу керек. Қазақтың ұлттық саясатын көтеру керек. Содан кейін барып, яғни осы арқылы басқа бағытта жастар саясаты болсын, демография болсын, экономикалық саясатты осы ұлттық негізде көтеру керек. Ең бірінші қазіргі көтеретін мәселе барлық шерулерде, барлық халықтың көтерілулерінде ұлттық ұрандар болып, ұлттық тіл туралы, ұлттық рух, ұлттық мәдениет, ұлттық менталитет, яғни қадір-қасиет туралы мәселелерді көтеріп, сол үшін ел халқы жиналып, қазір соны көтермесе болмайды. Әйтпесе қазақ ұлтының құру процесі өте қатты жүріп жатыр. Бұны енді тоқтату өте қиынға түседі. Сондықтан да ұлтшылдар біргейік. Қазір әрбір қазағым ұлты болсын, ұлты қалсын, ұлты мәңгілік болсын дегендер іске кірісіп бірігу керек. Осының жолын әрбіреуіміз қарастырайық. Партия құру керек пе, қозғалыс жасау керек пе? Әйтпесе көшеге шығып, әлгі барлығы, мынау әлгі жаңағы Армениядағыдай, Белоруссиядағыдай, Франк еліндегідей, Париждегідей солай көтерілмесе, бұл болмайды. Бұдан артыққа шыдау мүмкін емес. Менің айтарым осы.